Құрметті оқушылар, сіздермен өтетін тәрбие сағатымыздың аты не деп ойлайсыздар? Суретке дұрыстап қарасаңыздар, жауабын табасыздар. Дұрыс оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бақытты отбасы. Және біздің мақсатымыз баланың тұлға ретінде қалыптасуына отбасының қандай маңыздылығы бар екенін бүгін түсіну. Және әлемге әйгілі Әл-Фарабидің нақыл сөздерімен бастағым келіп отыр. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдында игілікті мақсат қоя білуіне. Ол мақсат тек кездейсоқ рақат үшін емес, шынайы игілік үшін бағытталуында. Адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Әр адам өзін бақыласа, балалар. Бақытты адам, бақытты отбасы деген ұғым осыдан басталар. Бақытты адам қандай болу керек? Өзге адамдардан өзі туралы не ойлайтынын уайымдамайды. Барлығынан жақсылық көруге тырысады. Әрқашан кеңпейіл және риза өмір сүреді. Осы өмірдің бәрі кемел еместігін біледі. Қоршаған ортаға өз үлесін қосады. Үнемі жадырап, күлімсіреп жүреді. Танып білуін тоқтатпай жалғастыра береді. Міне оқушылар, бақытты адамның қасиеттері осындай болу керек. Және отбасы дегеніміз не? Отбасы бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы. Отбасының маңызды сипаты, оның қызметі, құрылымы және динамикасы болып табылады. Ал отбасының бірінші көрнектілігі отбасы ошақ қасы деген сөз бар. Тек ата-анамен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларды үлкен адамдық бақытты беруі мүмкін. Отбасы отанымыздың ошағы, отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам болып есептеледі. Отбасы өте қажетті, басқада еш нәрсемен өзгертуге келмейді. Құрметті оқушылар, отбасының маңыздылығын түсінген болармыз. Отбасы әр адамның жеке бойындағы қасиетінен ақ басталады. Өз бақытың өз қолында деген қазақта жақсы бір сөз бар. Өзімізді жақсы болуға тәрбиелейік. Егер сіздер бақытты отбасын қаласаңыздар, өздеріңізден бастаңыздар. Бақытты адам, бақытты отбасы деген осы. Бақытты отбасының айырмашылығы балалар. Бір ұяда бірге тату тәтті өмір сүру. Ата-ананың мейірін көру. Басқаларға мейірімділікпен қарау. Басқалардың жағдайына дұрыс қарау. Балалар, бүгінгі тәрбие сағатымызға байланысты сіздерге мынандай тапсырма. Махаббат және бақыт деген сөздердің ұғымдарын айтып беру. Назарларыңызға рахмет.